Leyse siyamu minel akli ve şurb. Oraza деген ішіп жеуден тыйылу емес деді пайғамбарымыз. Иннама сiyam, ораза деген минел лагуи ва рафаф. Шын мәнінде ораза деген ішіп жеуден тыйылумен бірге плюс артық сөздерден, күнә сөздерден тыйылу. Артық сөздерді сөйлейін деп тұрған кезде аузыңыз тартасы жоқ болмайды дейсіз. Маған бір қызметкер кісілер өтініш бір кездескенде айтып еді, сіз біздің бастыққа оразда ұстаттыңыз ба деді. Бір жерде кездесіп ұстаттыңыз ба? Ұстады. Иә, не болды десем, ұстады ғой десем, қандай жақсы болды білесіз бе деді. Неге десем, боқтамайтын болды. Сөйтсе ана бастық боғауздай береді екен. Екі сөздің бірі әкең шешең. Ораза ұстаған адам олай істеуге болмайды. Үйде де олай істеуге болмайды. Сол нәрседен қайтасыз. Демек, мына тіліңізді сындырасыз. Артық сөйлемейсіз. Біреу сізді ұрса бастаса, сіз кінәңіз жоқ. Инни саимун, инни саим. Мен оразамын деп ұрыспай кетіп қалды деп пайғамбарымыз. Ұрыспай кетіп қалды. Ораза ұстаған адамның өзін ақтауға болмайды. Жоқ, ол олай болған жоқ. Ол бұлай болды деп айта алмайсыз. Сен бопты, сенікі дұрыс дейді кете бересіз. Мен оразамын, әйтпесе көрсететін едім деп қойыңыз. Әйтпесе көрсететін едім сағыңыз. Бұл жақсы нәрсе. Келесі айда соны тәрбиелейсіз өзіңізді. Одан ары қарай және соны өзіңіз соған тәрбиелейсіз. Алхамдулилля, жақсы өзгеріс болады сізде. Барлығына хоп деп үйренесіз. Еркектер еркек сияқты қабілет. Қазір еркектерде еркектік қабілет қалмай қалды. Көрінген нәрсемен жағаласып, қатынменен ұрсатын еркектер пайда болды. Бұрын еркектер әйелден ұрыспайды, ұят ол. Ол ұрысу түгіл, қазір әйелдермен рас-рас шығып жүргендер бар. Бар сондайлар. Мен көзім көргеннен айтып отырмын. Ұят нәрсе. Бұл мұсылманға жақпаған нәрсе. Неге? Өйткені еркектік сипат жоғалып қапты да еркектен. Еркектің мысы үйге кірген кезде еркек кіріп келе жатқандай болу керек. Үйдің иесі кіргенде ассаламу алейкум деп үйге кіріп келесіз. Осы жерде қатты қорқынышты жігіттер болса, үйге кіріп келе жатқанда әйел кухняға, балалар спальняға қашады. Фашист Гитлер келе жатқандай болады. Жақсы нәрсе емес. Еркек келе жатқанда сізді сағынып күтетін болу керек. Балаңыз жүгіріп шығып ассаламу алейкум деп қолыңызды алу керек. Құшағыңызға кіру керек. Әйеліңіз сізбен амандасып, мен сол халге жеткізу керексіз. Сіз қашан жетесіз, осы оразада жетесіз. Оған бәріміз жетеміз осыны. Бірақ оразадан кейін соны ұстап қаламаймыз да. Ұстап қаламаймыз. Соны ұстап қалыңыз еді. Елдің ішінде осындай сөз бар. Ораза ұстамаған адам, ораза ұстағандарға тамақ берсе, ораза ұстағанның сауабын алады деген бұл хадис, бұл бар нәрсе. Бірақ кімге өзі ораза ұстап, содан кейін барып ораза ұстағандарға қызмет жасаса. Екіншісі өзі ораза ұстай алмайды, себебі ауру. Сол үшін ораза ұстағандарға қиыншылықта қалған кезде олар аузын ашады, сол ашпағандарға қызмет жасаған. Бұл соған айтылған хадис. Әйтпесе, кейбіреулер түсініп алған көрінеді, әйел кісілер әсіресе. Біздің үйде күйеуіміз ұстап жатыр ғой, мен соның қызметін жасап, чайын берсек сауабын ала береміз деп. Баяғыда біреуге намаз оқисың ба десем, дома бабушка читает деген маған.